Қайырлы күн, достар. Бүгін осылай картоптан фри әзірлейтін боламыз. Ол үшін картоптың көлеміне қарай 3 немесе 4 картопты жақсылап ашып тазалап, ыдысымызға әдемілеп турап дайындап алатын боламыз. Фриді тураған кезде оның көлемі барынша қалың немесе өте жіңішке болып кетпеуін қадағалауымыз қажет. Видеода көрсетілгендей көлемде болса, біздің фриіміз өте жақсы шығатын болады. Осылай барлық картоптарды бірдей көлемде турап дайындап алып, одан кейін оны жақсылап жуатын боламыз. Бірнеше қайтара жуу арқылы картоптың крахмалын кетіріп алатын боламыз. Осылай жақсылап сүзіп, бірнеше мәрте жуып аламыз. Жалпы фриді барлық адам жақсы көреді, әсіресе оның ішінде балалар жақсы көреді. Мінекей жуып алғаннан кейін осылай кішкене тұз қосып, тағы да араластырамыз. Тұз кішкене картопқа сіңіп алғанша. Енді оны құрғақ майлықтың үстіне жайып қоятын боламыз. Суын әбден кептіріп, сорғытып алғанша. Өйткені майға қуырған кезде өте керемет болып қуырылып шығу үшін суын сорғыту маңызды. Үстіне тағы да майлықты жауып, осылай біраз уақытқа қоямыз. Мінекей біздің картопымыз суы сорғыды. Енді құрғақ ыдысымызға салып, майымызды қыздыратын боламыз. Мен кішкене дәмі ерекше болу үшін қара бұрыш, тағы да бірнеше специялар қостым. Енді жақсылап араластырып, қызып тұрған майымызға осылай қуырып алатын боламыз. Көп мөлшерде, тым аз мөлшерде емес, ыдысымызға сыйымдылығына қарай картоптарымызды салып, осылайша қуырып аламыз. Мінекей қып-қызыл болып, әдемі болып қуырылды бізде фриларымыз. Осылай біздің дайындап алған картоптарымыздың барлығын кезекпен кезек салып қуырылып алатын боламыз. Мінекей біздің фри дайын болды. Балаларға беріп қуантыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.